Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шығатын сосиска в тесте, яғни қамырдағы шұжықтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге жарты шай қасық тұзымызды саламыз, және де 3 шай қасық қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде сүтіміздің температурасы міндетті түрде жылы болуы тиіс. Сол кезде қамырымыздың көтерілуі жылдам болады. Жақсылап араластырып болғаннан соң, осы сүтіміздің үстіне 1 ас қасық ашытқымызды салып, жақсылап тағы да венчикпен араластырып аламыз. Енді осы массамыздың үстіне 50 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап барлығын бір араластырып аламыз. Енді ұнды ұн-елеуіштен өткізіп, аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұнды міндетті түрде ұн-елеуіштен өткізуге тырысыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтеріледі, және де өте жұмсақ болады. Алдымен осылай қасықпен араластырып алдым, сосын қолыммен жұмсақ қамыр илеймін. Ұнды мөлшерден тыс көп қоспауға тырысыңыздар. Қамырды қаншалықты жұмсақ қылып илесеңіздер, біздің қамырымыз соншалықты жұмсақ болады. Мінекей, осындай жұмсақ қамыр илегеннен соң бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. 1 сағаттан соң біздің қамырымыз өте керемет болып көтеріледі. Содан соң қолымызды осылай сұйық маймен аздап майлап аламыз да, қамырымызды ыдыстан босатамыз. Үстелдің үстіне ешқандай да ұн сеуіп қажет емес, жай ғана осылай қолдарыңызды кішкене майлап алсаңыздар жеткілікті. Енді қамырымызды оқтаумен жайып аламыз. Шамамен 4-5 мм етіп жаямыз. Қатты жұқа қылып қажет емес, орташа қалыңдықтағы қамыр етіп жайып аламыз. Біздің қамыр өте жұмсақ болғандықтан өте жылдам жайылады. Қамырды жақсылап жайып дайындап алғаннан соң, шұжықтарды арнайы пленкасынан босатып дайындап аламыз да, қамырды ұзынша етіп осылай бөліктерге бөлеміз. Видеодағыдай қалыңдықта осылай дәл бөліп аламыз. Содан соң шұжықты алып, видеодағыдай орап шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай дайындалады. Қамырды осылай шұжығымызға орап, пергамент қағаз төселген формамызға орналастыра береміз. Видеода барлығы анық, жақсы көрсетілген, дұрыстап қарап алыңыздар. Өте оңай жасалады. Дәл осы рецепт бойынша бізде 12-14 дана қамырдағы шұжықтар шығады екен. Барлығында дәл осы қалыппен орап дайындап алғаннан соң, бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап шайқап, осы қамырдың бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқа біздің қамырымыздың жылтырап, қызарып, әдемі болып пісуіне көмектеседі. Міндетті түрде пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей достар, осымен біздің өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын қамырдағы шұжықтарымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Шын мәнінде де өте керемет болып шығады. Бізге қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар.